Мұхтар Әуезов. Кім кінәлі? Жазғы күннің ыстығы қайтып, кеш батуға тақалған. Даланың кешкі салқын желі ауыл отырған өзекте аз-аздап білініп келеді. Күн сары белден асып, ұясына кіруге айналған. Таудың кешкі көлеңкесі ауыл үстіне түсіп, минут сайын қоюланып келеді. Қоңырқай сұрғылт түсі тұтасып, жер бетіне тарап барады. Қоңыр салқын, майда жел жұмсақ демалысымен жан иесін түгел сейреткендей. Ауыл-ауылдың еркек ұрғашысы базардағы жұрттай қарбаласып, әртүрлі жұмыспен әбіргеленіп тыста жүр. Кешкі жайылудан қайтқан қой қотанға иірілген соң, бала-шаға даурығып ойнап, қозы ала бастады. Ауыл сыртындағы адырды қаптап, шұбырақ құлаған жылқы ойнақ салып, шапқылап, құдық басына келе жатыр. Жер ошақтан шыққан түтін көкшіл тұман болып, өлке бойына жайылып барады. Кешкі ауыл көп шулайды, даурығады. Үйлерінен шыққан қолы бос еркектер 2-3 ауылдың ортасындағы құдықтың басына жиналып жатыр. Бұл жұрт құдық басына келіп жатқан жылқыны көріп, жаңа қоныстың малға жайлы, суы мол, шөбі жағымды, шөбі жұғымды болғандығын әңгіме қылысады. Құдық басындағы жиынға 2-3 ауылдың күндегі жиылатын еркектерінің бәрі жиылса да, бастық сияқтанып отыратын Исмайыл ақсақал бүгін келген жоқ. Ол құдық басына ең жақын тұрған және ол көгалда отырған бай ауылдың иесі. Бұл ортаның атқа мінген мырзасы да, байы да сол. Құдық басына ол келмеген соң, көрші ауылдың үлкендері бүгін Исмайыл неғып келмеді, бір жаққа атқа мініп кетті ме, әлде сырқаттанып қалды ма, деп сұрастыра бастады. Исмайылдың үйден шықпай қалған себебін білетін көршісі Бейсенбай ол естіп білген сөзін ақсақалдарға айта бастады. Мұның әңгімесіне қарағанда жақында күйеуі келеді деп тозып отырған Исмайылдың бойжеткен қызы Ғазиза бүгін үй ішіне сөз салып атастырған күйеуіне тимеймін деген. Қызының сол сөзді Исмайыл бүгін кешке естіп, үй ішіне ұрысып жатса керек. Құдық басына отырған жұрт Бейсенбайдың сөзін естіген соң, бұл әңгіме туралы әрқайсысы үйлерінде қатын-қалаштан естіген сыбырларын айтса бастады. Бәрі де бір ауыздан заманның азап, жастардың құлқы бұзылғандығын сөкті. Бұл күнде ержетсе әке-шешеге пәле болатын күн болды. Кәпірлерді ерте бастан байға бергеннен басқа жұмыс жоқ деп, түгелімен Исмайылдың қартайған жасын, ағарған шашын аяп, бұзылған қыз туралы қатал биліктерін айтса бастады. Бір уақытта Исмайыл қатын баласының аузын ашырмай ұсып, естіген сөзіне шыдай алмай, қапаланып тысқа шығып, ауылдың бет алдындағы кішкене төбенің басында жалғыз өзі отырған. Күн батып, қас қарайып келе жатқандағы жым-жырт тартқан табиғат өзінің ауыр салқын түсімен қайғы қақпадан қажыған кәрі көңілдің күйіне үйлескендей болды. Исмайылдың дөң басындағы ойы ішінен шыққан Ғазизаның көз жасына жібіген ой емес, қайта соның бала деген атынан бездіретін әкелік жүрегін тас қылып мұздатқан суық қатал ой. Дөң басында малдас құрып ұрып ашулы суық пішінмен күн батыстағы ақ таңлаққа қарап көзін алмай қадалып ойлаған ойы. Жаратқан, сенен мен бала сұрағанда басыма кесел қылып бер деп сұрап бедім. Тырнақтай ақылы жоқ жын шайтанның жетегіне ерген есуас қызға ата-ананың аруағын сындыртып, адамшылық абыройым жойғызайын дедің бе? Бұл күнге шейін ағайын ортасында шайқалмаған бағымды кетірейін деген екенсің. Осы турадан істеген ісім кінәлі іс болса, жазамды тартарсың. Бірақ алақаныма салып өсірген қадірімді білмеген ақылсыз қыздың күйігін керіп күнге өргенше, бірақ күнде балалығынан безермін деп қатал ойға бекініп, жаратылысындағы асау қаны тасып, сазарып алды. Ауыл қозы алып болған соң, даурыққан дыбыс басылып, тыныштық ала бастады. Жылқы су ішіп шықты. Далада жүрген жұрт үйлеріне тарап барады. Исмайыл көз байлана бергенде орнынан тұрды. Ауылға қарай жүруге айналып еді, сол уақытта алдыңғы жақтағы иықтан асып келе жатқан 2 салт атты көрінді. 2 баран атты жолаушының күміс ер тұрмандары ала көлеңкеде анда-санда жарқылдап келеді. Ықшам киімі, кішілеу денелеріне қарағанда бұның екеуі де жас жігіттерге ұқсайды. Исмайыл бұлардың қалай баратынын байқайын деп тосып тұрған уақытта жолаушылар беттерін Исмайылдың үлкен үйіне қарай бұрып тура жүрді. Мінген аттары ұзақ тау жүріспен еті қызғандай кешкі салқынға еліріп, басты қайта-қайта шұлғып тастап, қатты аяңдап жайнап келеді. Аттың желікті аяңы мен кештің жайлы салқынына тамашаланған жігіттер үлкен үйдің жанына аттарының тұмсығы келіп тірелгенше қатты жүрді. Қонақтарды тыста Исмайылдың кіші баласы
Қасымжан 2-3 жігітпен қарсы алып үйге кіргізді. Аздан соң тыстағы томсарған пішіні айықпаған салқын түсімен Исмаил да кірді. Келген қонақтар Исмаилдың құдасы, Өзімбай ақсақалдың қалада оқып жүрген баласы Ислам екен. Ислам соңғы 2 жылда еліне келмей, қалада орта дәрежелі мектептің бірін бітіріп, жаңа еліне қайтқан. Сағынған әке-шешесінің үйіне келіп біраз жатып тұрған соң, бұрын араласып жүретін жақындары болғандықтан, Исмаилдың ауылына әдейі амандасу үшін қыдырып келген. Ислам қызыл шырайлы, ұзын қара шашы бар, әйел пішінді жіңішке, ұзын бойлы жігіт. Қасындағы жолдасы өзінің ағайыны, ел ішіндегі жас бозбала Жағыпар. Исмаилдың үй іші сыйлас құдасының жақсы көрген оқымысты баласы келген соң қуанысып қал жайын сұрап, барынша құрметтеп күте бастады. Исламның келгенін алдымен қуаныш қылған, жас күнінде бірге ойнап өскен құрбысы Қасымжан. Бұл жастар осыдан 4-5 жыл бұрын сыйлас болып, бірін-бірі кезек-кезек қонаққа шақырысып, екі ауылдың қоныстары жақындайтын кез келгенде әлденеше күн бірге болып, еркінше ойнап жүретін. Қызықтас болатын. Исмаилдың үй іші сол себепті Исламға өз үйіндей көретін. Үйренген жақын үйі Исламды баласы Қасымжанмен бірге шешесі Калиман да өз баласындай жақсы көріп, еркелетіп күтіп тұратын. Ислам сабаққа соңғы кеткен жылға шейін жақындықтарының бұл қалыптары өзгерген жоқты. Қазіргі уақытта да біраз отырып сөйлесіп, бір-біріне үйреніскен соң бұрынғы жақындықтың өзгермегендігі білініп тұрды. Үй ішінде қазіргі уақытта байқалған аз ғана салқындық болса, оның себебі жалғыз Исмаил. Ол әншейіндегі бала-шағамен көп сөйлеспейтін. Суықтығының үстіне бүгінгі естіген сөзі мен соның артынан ойлаған ойының салдарынан терісі жазылмай түнеріп отырды. Қонақтарға әзірленген шай дайын болған уақыт Қалиман қызметкер әйелді шақырып алып, күндізден отауда отырған Ғазизаны қонақтарға шай құйып берсін деп шақырта жіберді. Аз ғана уақыт өткен соң есі жаққа көзін салып отырған Исламның құлағына ақырын сылдырлап келе жатқан шолпы даусы естіліп, біраздан соң үйге Ғазиза кірді. Үстінде қос етек, ақ көйлегі, сыртынан ұнамды қара қамзол киген, басында оқалы тақия, сәнді киімді Ғазиза кіргенде үйдің ішіне айрықша көрік, жарастық белгісі бірге кіргендей болды. Жастар біріне бірі қысылып қарап, ақырын амандасқанда Ғазизаның ақшыл беті туылдап қызарып кетті. 2 жылдан бері қарай жаңа ғана көрген Исламға Ғазизаның түсі бұрынғысынан әлденеше рет сұлу болып, үйдің ішіндегі ала көлеңкелеу сәулемен ақшыл өзі өзгеше нұрланғандай көрінді. Аздан соң қызметкер әйелге шай жасатып, әкесінің төменгі жағынан орнығып, қонақтарға шай құйғызып беріп отырды. Ғазиза жыраққа жақын келіп отырса да, алғашқы келген жердегі өзгеше көркі әлі күнге бетінен кеткен жоқ. Қонақтар әртүрлі әңгімеге айналып отырып, шай ішіп болған соң Исмаил балаларды Қасымжанның отауын тазалатып, сонда отырғызыңдар, еркімен ойнап отырсын, деп Калиман бәйбіше әмір берді. Калиман келінін жіберіп, үйін тазарттырып, аздан соң қонақтарды отауға шақырды. Жастар Исмаил ақсақалдың суық түсінен құтылғанына қуанғандай болып, тысқа асыға шығысты. Үлкен үйден қонақтар шыққан соң басқа отырып, бірен-саран малшы қосшылар да шығып, үйдің іші оңашаланып, Исмаил мен Калиман ғана қалды. Күндізден түйілген қабағы айықпай, түнерген пішіні ыдырамаған Исмаил аз уақыт өткен соң қатынына қырын қарап отырып сөз бастады. Ашулы қатал даусы алдымен Калиманды кінәлап, қатын менен бір көресіні көрмейін десең, қызыңды тыйып ал. Қызды адам сияқты өсіре алмасаңдар, несіне таптың? Осының оңбай жүргені сенің асырауыңнан, тәлімің құрғыр көргенсіз. Сенің тәлімің ғой осыған жеткізіп отырған, деді. Калиман қызының мінезін Исмаилдан бетер жек көріп, назаланып жүргенде, байының бұны кінәлап сөйлеген сөзіне шыдай алмады. Әншейіндегі кентерлі жүзіне ашу келіп, тамсанып, жаратқаны бар болғыр. Не қылдейді маған? Кімнің қызынан кем қылып өсірдім Ғазизаны? Жаманшылықтың бетін балама көрсеттім бе екен? Кімнің баласы менің баламдай болып өскен екен? Маған келіп ұрынғаны несі? Әке деген атың бар емес пе? Айт өзің ақылыңды. Мен білгенімді аяп жүр деймісің? Деп жыламсырай бастады. Исмаил бәйбішенің қыңырлықпен сөйлегеніне бұрынғыдан жаман ашуланып, өсіргенің, асырағаның адыра қалсын. Балаға жақсылық үйрететін ақыл бар ма сенде? Сенің ақылың емес пе осыған жеткізіп отырған? Сенен басқа өзің тендес кісіде кімнің қызы бүйтіп бұзылып, ел жұртқа жаман атты шығып еді? Айтшы кәне, тауып берші.
Осы елде сенен ақмақ шеше, сенің қызынан ант тұрған қыз көрдің бе? Айтып бер деймін соны, Құдай ұрғыр, деп қатты зекіді. Қалиман да ашуынан басылған жоқ. Бейшара-ау, өз балаңды өзің қорлап не болды? Дұшпан айтпайтын сөзді өзің айттың ғой. Менің ғазизамдай кімнің қызы бар екен осы атырапта? Патшаның, ханның қызы қандай болса, менің балам да сондай. Кінәсі қатыны өлген кәрі күйеуге бармаймын дейтін ме? Ол үшін балам жазықты емес. Тіпті қас қабағына қарап үндемейін десем де қоймадың ғой, өл де маған. Бұл сөздерге келгенде Исмайыл шыдай алмай ақырып, қысқарт енді, шығарма үніңді. Бүгінгі күні осы қызының осы қылығы үшін қандай қаттылықтан болса да аянбаймын. Ұқтырып айтқан сөзді сен ұғушы ма едің? Қысқасынан айтатыным, егер де осы қызға болысып, бұзылған бетінен қайтармайтын болсаң, алдымен сенен кетпесем, өлген әкемнің аруағы атсың. Білдің бе? Ана қызыңды түзу сөзіңмен көндіріп ала алмасаң, көнбеді де шық, бүгін сөйлесте арыл, деп сөзін бітіріп болды да Қалиманның қалған сөзін тыңдамай тысқа шығып кетті. Исмайылдың қатты мінезі Қалиманға белгілі. Талай жылдардан бері қарай мұндай суық сөз айтып көрген жоқты. Қаталдыққа бекігендігі шын сияқты. Әсіресе өлген әкенің әруағы атсын деген сөзі Қалиманның ойын тітіренткендей. Қалиман шын назаланып, шын күйінді. Өзіне батқан қайғыдан күйеуіне батқан қайғы қаттырақ дейді. Осы түнде қызбен бар сырын айтқызып сөйлеспек болды. Бұл мезгілде Ислам жатқан үйінің ұйықтағанын күтіп шыдамсызданады. Көңіле келген әртүрлі ойлардан құтыла алмай аунақшыды. Асыққан көңілге қыт етпейтін сияқтанады. Үй ішіндегі қараңғылық жанды жегендей ауыр көрінді. Осы халде талай заман өткен соң, орнынан ақырын тұрып, сыртқы киімін шылып тысқа шықты. Тыстағы жарық-ай, тыныштыққа батқан желсіз түн, ұйықтаған ауыл, жым-жыртықпен қалқыған салқын ауа, көңілін басып тұрған ырлықты бір минутте сергеткендей. Есік алдында отырған, бойында жүдеу тартқан айға қарады. Қотандағы барлық мал ұйқыға батып тыныштық тұрған. Қой күзеткен сақ төбеттер жүресінен түсіп мылқытып жатыр. Сарылып мұңға батқан жарық түнде ұйқы жеңген кәрі күзетші де қалың күпісіне оранып жатып, анда-санда қажып қалған даусымен айтақтап қояды. Қалғып тұрған түн тыныштығы жаңғырықпен жауап қайырады. Ислам шыққан үйдің оң жағында тұрған ақ үй Айшаның отауы. Бұл үй әлі күнге жатпаған. Түндігі жабық болса да, іргесінен жарығы қызарып көрініп тұр. Ислам тысқа аз тұрып, ауылдың әбден ұйықтағанын білген соң, Айшаның үйіне қарай тура жүрді. Әуелі есік алдына ақырын басып келіп, жабықтан сығалады. Кішкене лампы жанып тұр. Айша төсек алдында қалғып отыр. Ғазиза ақ жастыққа жантайып жатыр. Қатты жүдеген түсі бір ойға сарылғанын білдіреді. Үйде бөтен кісі жоқ. Ислам есікті ақырын ашып үйге кіріп келді. Әйелдер ұйқысын ашып, бастарын көтеріп жөнделіп отырысты. Ислам Ғазизаның қасына отырып сөйлесіп, хал білесе келген соң, жастардың бұрынғы үйірлігі қайта басталды. Бұрын бірін-бірі сыйлаған жылы көңіл тағы да қалыбына келе бастады. Айша Ғазизадан бұрын сөз бастап, күлкі араласқан назбен: "Бізді ұмыттың, уәдеңде тұрмадың." Қалаға барып ескі көздерді көрген соң, қыр есіңнен шығып кетті деп, Ғазизаның көңіліндегі ауыр сөздердің бәрін жеңіл қалжыңмен араластырып айтып, екеуінің алдын ашып берді. Аздан кейін Ғазиза мен Исламның беттері ашылып, ашық сөйлесе бастаған соң, Айша жастықты алып, жантайып жатып: "Менен қысылмай арманды сөздеріңнің бәрін айтысып қалыңдар. Күнде мұндай уақыт кез келе бермейтінін білесіңдер ғой", деп күліп қояды. Екі жас бір уақытта шын арманды сөздеріне кірісіп, бірін-бірі ықыласпен тыңдауда еді. 2 жылдан бері қарай бастан кешірген өмірлерін біріне-бірі айтып шықты. Сөйлескен сайын бірталай күнә, бірталай салмақ Исламға ауды. Ислам Ғазизаның дәлелді қылып айтқан шешен сөздерін естігенде, бұған деген құмарлығы бұрынғысынан да әлденеше рет арта бастады. Ғазизаның мұның мойнына артқан кінәсінің бәрі де назға толған. Ислам жеңілуін ар көрген жоқ. "Ғазиза, сенің жүдеген түсіңді көріп, маған айтқан кінәңді естігенде көзімнен жас келеді. Бірақ мен өзімді тоқтатып отырмын. Мені күйдірдің ғой. Енді мені жұбатшы. Әлде болса сендікпін деші", деп қолынан ұстап Ғазизаны сүюге айналды. Ғазиза қолын ақырын тартып алып, түсін біразырақ суытып: "Ислам, мен қайда кетсем де, сізбен бір сөйлесіп кетсем дейтұғым. Сол көңілімде жүрген арманым болғандықтан бүгін сізбен осы түнде сөйлесіп отырмын. Менің көңілімде бөтен ой жоқ, бірақ сізді жұбататын дәрмен де жоқ. Сізді мен күткенмін.
Ол кезде сіз үшін кіммен болса да кетісуге шыдағанмын. Бірақ ол күндер өтті. Енді маған рахымсыздық қыламысың? Қатемді мойныма алып, аяғына келіп жығылып отырғанымда керексіз болдың. Кет деймісің? Кет демеймін, бірақ бұрынғы күн өтті. Соны біліңіз деймін. Бас байланды, құтылмайтын болып шырмалып қалдым. Жаңа ғана апам келіп сөйлесіп кетті. Айтқанына көніп, айдағанына жүретін болып уәде бердім. Енді мені бұрынғы сөзбен қаржамаңыз. Ғазиза кеше күндегі уәде осылай ма еді? Өзгеге тас болған жүрегін маған ет болып жібіген емес пе? Сондағы сүйдім деген исламың мен емес пе едім? Деп шын қайғырған пішінмен Ғазизаның көзіне көп қадалып отырып, жігіт жауап күтті. Ғазиза қарсы алдына жантайып жатқан исламның шашын қолымен сипап қайырып, ол күн келмеске кеткен емес пе? Абайдың өлеңінде бар емес пе? Жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айға алыс деген сияқты әлін білмеген жас көңіл қызыққа жетем деп ойлаған шығар. Бірақ Құдайдың жазуынан артыққа адам жете ме? Деп салқын пішінмен есік жаққа қарап, аз ойланып отырып қалды. Ислам бұл уақытта барлық сөзден тыйылып, мөлтілдеген қара көзін Ғазизаға қадап, тек жалынғандай қарап отыр еді. Ғазиза аздан соң исламның телмірген иіне қарап түсіп, одан да ертең әлгі күйеу болмысы келеді дейді. Соны көріңіз, солар кеткенше біздің ауылда болыңыз деді. Ислам күйеу деген сөзді естігенде көңіліне өлшеусіз қызғаныш кіргендей болып, Ғазизаны бұрынғысынан қымбат көріп, ертең тұра салысымен кетемін, күйеуіңді көрмеймін деді. Бірақ артынан аз сөйлесіп, келер күнді сөз қылған соң Ислам әуелгі сөзінен қайтып, күйеулермен бірге осы ауылда жата тұратын болды. Ислам әуелгі арыммен қаншалық туласа да, Ғазизаны өз айтқанына көндіріп, бұрынғы өтіп кеткен қызықты күндерін қайтарып алмақ болса да, бұл күнде оның бәрі қолдан келмейтініне көзі жетті. Екеуінің амалсыздан тоқтаған жері енді неге болса да көну керек. Әсіресе Ғазиза әкесінің үйінде отырғанда бұлардың мақсаты орындалмайды. Не болса да үмітті алдағы күндерге артқаннан басқа бұл күнде еш нәрсе істерлік дәрмен жоқ. Сондықтан әзіргі күнде бірінің қайғысына бірі тақ болып, назаланған, күйінген күндерде бірін-бірі жұбатып тырыспақшы. Ғазиза күйеуін сүймейтіндігін сол күйеуге де, жиылатын ағайын туғанға да жасырмай көрсететін болды. Исламның әзіргі тілегі осы. Екеуі күйеу келгенде ылғи бірге отырып, бірге жүретін болып уәде қылысты. Зорлықпен қол аяғы байланып, сол күйеудің әйелі болған күнге шейін Ғазиза Исламның ықтиярында болмақшы. Ғазизаның сүйген досы Исламға істейтін әзіргі жақындығы осы. Көп әңгіменің артынан айрылар жерде айтысқан уәденің байлауы болсын деп Ислам Ғазизаның қарсылық көрсеткен жоқ. Ислам Ғазизаның ағарып жүдеген бетін екі қолымен қысып ұзақ сүйді. Ғазиза бұл жолы қарсылық көрсеткен жоқ. Өмір бойы мұндай уақыттарда істеп келген айнымайтын қаттылықтың бәрін бір минутте ұмытып, Исламды екі қолымен құшақтап, қатты қысып тұрды. Исламның әшеңкінен шығарда Ғазизаны құшақтап қысып, көзіне қадалып тұрып, үлкен мағына беріп айтқан ақырғы сөзі: маған бұл күнге шейін істеген қаттылығын жеткен. Ертең күйеуің келген күні сол қаттылықты ұмытуыңды тілеймін, деді. Ғазиза жымиып күліп Исламға үндемей қарап тұрды. Ислам үмітті көңілмен қадалып, ашық жауап етуін қайта-қайта жабысып сұраған соң, Ғазиза ақырын ғана кезінде көрерміз деді. Ислам азда болса жұбанып үйден шықты. Таң белдеуленіп атып қалған екен. Ай ағарып, жарығы әлсіреп батуға айналған. Жұлдыздар сиреген. Ағарып атып келе жатқан таңмен бірге бір-бірлеп өшіп жатыр. Тыста біраз тұрып салқындап, жас жігіт бойы сергеген соң үйге кіріп жолдасының қасына жатып қалды. Бүгін Исмаил ауылы кешке жақын келген құда күйеулерін қарсы алып жатыр. Көрме толған ат, жер ошақ бастары әбігер. Ислам күйеулер отырған отауда. Ендігі қалдың не боларын білмей дел салда. Отырған күйеуіне қонақтармен бірге шай ішті. Отаудағы жігіттер бір талай отырысып, бір-біріне бойы үйренісіп болған кезде тыстан Айша кіріп, төсек алдында отырған Исламға ым етті. Ислам Айшаның артынан біраз отырып, үйден шыққанда Айша екінші үйдің жанына шақырып алып, анау шекті үйден еркем жалғыз, жаңа барып едім, сені шақырып отыр, сонда бар, деді. Ислам ауылдың сыртын айналып барып, Ғазиза отырған үйге кірді. Қоңыр үйдің ішінде Ғазизадан басқа кісі жоқ. Үйді жарық қылатын лампы да жоқ. Жанып болған тезектің шоғы өшуге айналған. Ала көлеңке. Ғазизаның мұны шақыртуына шын көңілмен ырза болған Ислам қыз қасына келіп отырып сүйсінгенін айтты.
күндегі жақсы көруінің үстіне қазірде қызғаныш дерті бойын жеңген ислам бүгін Ғазиза үшін неге болса да шыдайтындай. Ғазизаның қасынан кетпей отырып, қандайлық күйік болса да осымен бірге тартуды ниет қылған. Ғазизаны күйеулер келгеннен бері қарай осы ауылдың барлық жанынан қызғанады. Сол қызғаныш қазірде сүйегіне оңаша жерде отырған соң басына дұрыс ой келтірмеді. Бірақ сезім ғана билей бастады. Бұрынғы еркімен сөйлесетін Ғазизамен қазірде қалтырап, дірілдеп сөйлесе алмай, себепсіз асығып, тілегі не нәрсе екенін дұрыстап айта алған жоқ. Ғазизаның әдеттегі салқын сөзін естігенде ешбір ойсыз, Ғазиза мен бүгін өмірде көрмеген қайғыны көріп отырмын. Бұл қайғыдан шығатын жол қиын. Айтқаныма көнбей, мені сүймесең, не сен, не сенің күйеуің, не болмаса мен өлемін деді. Аздан соң от сөнді. Үйде көлеңке. Жарық айдың сәулесі қоңырқай үзіктің жылт-жылт тесіктерінен, ағаш жапырағының арасынан түскен сәуледей әр жерге теңгедей болып дөңгеленіп түсіп тұр. Ислам үй іші қараңғылығынан соң биік төсектен бір-екі жастық құлатып Ғазизаны құшағына алды. Исламның сөздері күнделігінен ерекше болып, бүгінгі сүюі өзгеше ыстық сияқтанған соң Ғазизаның да жүрегі елжіреп босай бастады. Асау сезімі есінен таңдырып, бір суынып, бір күйінген жас жігіт айтар сөзі таусылып, Ғазизаның жұмсақ денесін қатты қысып, қайта-қайта сүйе берді. Ғазиза да жабысып құшақтап, досының дуылдаған қызулы бетінен, дірілдеген ыстық ерінен ұзақ-ұзақ сүйді. Бірталай заман өткен соң, жастар ойдағы шерлі сөздің бәрін сөйлесіп болып айырылысатын болды. Ғазиза күйеулер кеткенше бұл ауылдан кетпейтін қылып Исламнен уәде алды. Аздан соң Ислам көңілі біраз орнығып тысқа шыққанда үйдің сырт жағынан тұрып кетіп бара жатқан кісіні көрді. Бұл адамның пішінін көрмегендіктен кім екенін тани алмаса да, киімінің нобайы бүгінгі кеште Ислам мен Ғазизаның Айша отауынан бірге шыққанын көрген қонақ жігітке ұқсады. Ислам бұның білгеніне өкінген жоқ. Күйеулердің жанына келді. Қонақтар тамақ ішіп болған соң ет жердің алдында Исламды әлденеше кісі жіберіп таба алмапты. Жұрттың көбіне сый көрініп отырған қонақтың жалғыз өзі жоқ болып кеткені және осынша кешігіп жұрт тамақ ішіп қонған соң келгені отаудағы жұрттың бәріне сезікті көрінді. Бұл суық жүріс әрбіреудің көңіліне көмескі түйін байлады. Сондықтан күйеудің жанындағы қалжыңқой ашық жігіт Сүлеймен Исламның мінезіне бір мысқыл сөз айтып қалмақшы болып, оқыған жігіттермен біз үйлесе алмаймыз ба? Дүниенің бәрін жіпке тізіп отыратын біздің қазақшылығымыз болады. Оқығандар ондай мінезіміз үшін бізді өсекшіл қазақ дейді. Сонымен бірімізді біріміз жамандап жүре береміз де. Жөн терімізді кім тексеріп жатыр деп мысқыл қылып отырғанын білдірмек болып өтірік сылқылдап күлді. Күйеу жолдастың бәрі де Сүлеймен мінезіне қошемет етті, қоса күлісті. Ислам бұл мінезге ішінен қатты ашуланып болса да, тезінен жауап таба алмай үндемей отырып қалды. Бұған ауыр тиген сөз Жақыпқа да жеңіл тиген жоқ. Ол әсіресе тысқа шығып өзінің жолдастарының бірімен сөйлесіп келгеннен бері қарай көңілді болып отырған көтеріңкі қалпынан өзгеріп, сыртына қатты ашу белгісі шыққандай томсарып қалды. Қызыл шырайлы жүзі біресе көкшілденіп, біресе сұрланып, жиі өзгеріп отырған түріне қарағанда бір ниетті ойлап сабырсызданып қыстығып отырғаны білінеді. Жақыптың бұл пішінін байқаған жолдастары басында қаншалық желікті болып көтеріліп отырса да, қазір біріндеп әңгімеден тыйылып үндемей қалды. Аздан соң жататын мезгіл болып, қонақтың бәрі тысқа шыққанда, Жақып үйде қалып, жанындағы атқосшы жігітін жіберіп Айшаны шақыртты. Айша келіп кіргенде Жақып зорлықпен езу тартып күліп, Айша қайын, сіңлімен бірге сен де үркіп жүрмейсің менен, келсеңші бері, деп қасына шақырып алды. Айша келіп отырып күліп, келмей жатып, сынай бастадың ғой. Неден түңілдің? Бүгін сен сынай қоятын күн емес сияқты еді ғой, деп еді. Келмей жатып түңілгенім рас. Жат мінезі сендер істеген соң. Маған не кінә бар? Менің енді сенен сұрайтыным бүгін не қылсаң да Ғазизаны маған көрсет. Сенен тілейтін бар тілегім осы деді. Айша бұл сөзге таң қалды. Қарағым-ау, елдің ырымын естіп білмеген кісідей мұны қалайша айтып отырсың? Қашан келгеніңді білемісің? Қашан келгеніңді білемін. Мені шанышпай-ақ қой. Шынымды айтсам, бүгін сын көтеретін жайым жоқ. Қазақтың ырым-жырымын қоя тұр. Менің мәнді күйеу болғаным, сенің қайын сіңілің мәнді қалыңдық болған күнде жарасатта. Ораза намаз тоқтықта емес пе? Не деп отырсың өзің?
адам айтпайтын сөзді айтып. Осы айтып отырғанның бәрі де қалжың емес, шын сөзім. Менің сөзімді елеп ескеретін болсаң, шақырып кел. Одан бөтен тілейтін тілегім жоқ. Көңілсіз болса, Ғазиза қайта кетер. Алып келіп менімен сөйлестір, деді. Айша бұл сөздің қисынсыздығын айтып, әртүрлі сөзбен Жақыптың көңілін орнықтырмақшы болса да, күйеу жігіт әуелдегі қаттылығына бекіп, алғашқы айтқан сөзінен тайған жоқ. Ғазизаға жеткіз деп ақырғы айтқан тілегі. Бүгін менімен келіп сөйлессін. Сөйлесуі өзіне залал болмас. Мен әзірше 1-2 күнге келген қонақпын ғой. Тіпті менің осы ауылға келгенімді жақтырмаса, келіп сонысын айтсын. Әлде оның қызығын бұзбай-ақ ертең де болса қайтып кетерміз. Бұл жағынан келетін пайда да бар. Мұны да ескеріңдер, деді. Айша Жақыптың сөзін шын сөз екендігін байқаған соң алғашқы кездегі қалжыңын қойып, Ғазизаны көнсе ертіп келмекші болып шығып кетті. Бұл уақытта Жақыптың жолдастары тыста өзді-өзі болып жиылып сөйлесіп тұрғанда, қастарына күндізден исламның ізін аңдып жүрген құдағилардың атқосшы жігіті Мұса келді. Бұл кезде жігіттер әлі осы Әзімханның баласының жүрісін ұққандарың бар ма? Соның жүрісі қалай? Деп бірінен бірі сұрап сөз қыла бастап еді. Бір талайы елдерінде ислам мен Ғазиза турасынан естіген өсектерін тұспалдап айтып, сол шын болды, тақ соның өзі, десті. Болардың жанында біраз тұрып әңгімелерінің бетін ұғып алған соң Мұса, ол елдегі сөзді былай қой. Мен бүгінгі әңгімесінің де бәрін білдім, деді. Жұрт бұл сөзді естіген соң Мұсаның аузына қарап, естіген білген әңгімесін жыбырласып сұрастыра бастады. Мұса білгеннің бәрін айтқан жоқ. Кезі келер, бастан аяқ бір ағытармыз. Осы бүгінгі қорлануым елден ерекше. Мына Әзімханның баласы арам. Қысқасынан айтатын сол, деді. Бұл сөздің артынан жұрттың бәрінің де күдігі шешілді. Мұсаның сөзінде айтылмай қалған істерді әрқайсысы өз көңілімен түрлеп, анықтап түсіне берді. Жігіттердің кейбіреуі шынымен күйінген сияқты. Кейбірі намыстанып, қорланған болып, кейбіреулері сыртынан болса да назаланғансып тұрған соң Мұса, мен бұның шет жағасын Жақыпқа сездірдім. Енді не қылатынын өзі біледі, деп азаматтық үлкен бір борышын атқарған кісінің пішінімен үндемей нығызданып тұрып қалды. Аздан соң төсек салынды деген хабарды естіп, жігіттердің бәрі де қонақ үйге кетті. Айша Ғазиза отырған үйге барып сөйлесіп қайтқан уақытта ауыл тегіс жатып еді. Жалғыз Жақып қана үстіндегі барлық киіммен басына жастық салып жантайып, Айшаның отауында Ғазизаның жауабын күтіп жатыр екен. Айша үйге кіріп, «Кәні тысқа шығамысың? Төсек салайын», деді. Жақып басын көтеріп, «Әуелгі әкелген жауабыңды айтсаңшы, күпті қылмай. Тіпті қылуларың жеткен жоқ па?» деді күлімсіреп. Айша, «Қарағым-ай, тіпті бұл үлкен аза шеккен кісі құсамай тұра тұршы. Сен әлденені ойлап отырған шығарсың. Сенің сөзіңді естіген соң жұртқа жоқ ырымды бастасам да барайын», деп келмекші болды. «Қайсың кінәлі екенің білінер. Енді тысқа шық, төсек сап, мен де кетемін», деді. Сыртымен Айшаның сөзіне қанағаттанған кісі сияқтанып, ең болмаса сен ара ағайын болсаңшы», деп шығып кетті. Күйеу жігіт тыстан үйге келіп жатқаннан кейін біраз уақыт өткен соң үйге Ғазизаны ертіп Айша кірді. Қалыңдық пен жеңгесі шымылдықтың сыртында күбірлесіп сөйлесіп тұрып, аздан соң Айша шамды өшіріп, Ғазизаны жалғыз тастап шығып кетті. Үйдің іші оңашаланып қалған соң Жақып бас көтеріп Ғазизаны қасына шақырды. Ғазиза үндемей төсектің жанына келіп, айтатын сөзін күткендей қарап тұрды. Жақып Ғазиза жатар деп үміт қылып бірталай тосып еді, қалыңдық оны істеген жоқ. Аяғында күйеу Ғазизаның көңілінде әлде болса арылмаған қыңырлық арын сезіп, бұрыннан қысылып отырған барлық ашуына ерік беріп, Ғазизаға қатты мінез істемекші болды. Ғазиза бұл уақытта жаратылысындағы бойына біткен тәкаппарлығы ұстап, күйеуінің қасына келмеген. Күйеуінің қасына келгенмен еш нәрседен қысылмай, көңіліндегі шын сөзінің бәрін айтпақшы болып дайындалып тұрған. Жақып үндемей басын көтеріп, Ғазизаның қолынан сүйреп тартып, қасына жақындатып алып, «Сен мені бүгін исламнан айырды деп ішіңнен жазғырып тұрсың ғой. Не қылса да немене, тіл аузың байланып қалған кісіше мелшиіп тұрсың», деді. Ғазиза бұл сөзге орай көңілдегі тура жауабын тік айтпақшы болса да, азырақ именіп, бүгін түгіңді сыртыңа теуіп келген екенсің. Жұрттың бәріне де зәрленіп, бірақ ашумен
ешкімнің де зәресін ұшырмассың. Кішкене бала жоқ қой, көз айналдырғанға қорқатын деді. Сондағы сенгенің кім, қимай тұрғаның кім, соны айтшы. Мені бүгін шақырды деп ұрысқалы келіпсің ғой. Өзің айтшы, арманды сөзіңді, деді. Маған күнінің бәрі бір. Ертең шақырсаң да басқа болмаспын. Бүгін қандай болсам, ертең де өмір бойы да сондай болармын. Сені қарық қылатын қызығым жоқ, деді. Жақып бұл сөзден соң Ғазиза туралы бұрынғы естіген сөздерінің шындығына көзі жетіп, енді ашық сөйлеспек болды. Сенің қызығын исламның құшағымен бірге кеткен ғой тегі. Нығыздығын мығым көрінеді. Бұл сырыңды әкеңе неге айтпадың? Оны да саған айтқызып жүрген ғашық жарың Әзімханның баласы ғой. Маған жаңағы сөзің тимеймін деген сөзің ғой. Айтпақ ойының бәрін ашып айт. Мен сені бүгін әдейі сөйлесейін деп шақырттым. Сонда не сөйлесесің менімен? Сөйлесетінім, көңіліңде не ойлаған ойың бар, соны айт. Екінші исламға тимекші болып әуре қылып жүр дейді. Сол шын ба, өтірік пе, соны айт. Олай болса көңілімде ойлайтыным саған жолдас болғым келмейді. Осы істің бәріне көніп жүрсем, әуелі тағдырдың, екінші ата-ананың зорлығымен ғана жүрмін. Исламды жақсы көретін рас, Құдайдан жасырмағанды адамнан жасырайын ба, деді. Жақып қалыңдығының барлық сөзін естігеннен соң ойға түскендей болып үндемей отырып қалды. Басына келген ой тәкаппарлық көрсетіп, ірілікпен келген қыздың мінезіне не істесе лайық, соны іздеп еді. Жақыптың ойынша, Ғазиза исламмен істеп жүрген ісінен ұялудың орнына бұған келіп, соның үйреткен сөзін айтып, мен сенбеймін деп тұр. Бұлардың ісі Жақыптың аруағын сындыру, ел жұртқа масқаралау. Жақыпты Исмайылдың қызы менсінбейді. Оқыған жігіт исламға кетіпті деген сөзді елге жайғалы отыр. Исмайыл да, Әзімхан да кеше Жақыптың әкесінің ығында жүретін әлдекімдер. Бүгін Жақыптың тұсында солардың бірінің қызы, бірінің ұлы бұны масқаралап, мазақтап отыр. Бұл қорлықты көтеруге болмайды. Жақыптың аз іркілген уақыттағы ойы осы. Қыздың қазіргі істеп тұрған мінезіне қарсы бұның өз байлауы бар. Сонымен әуелгі қалпынша үндемей тұрған Ғазизаны қолынан ұстап, жаңағы айтып шыққан сөзіне ешбір жауап берместен әмірлі дауыспен «Жә, Ғазиза, қасыма жат» деді. Ғазиза бұл мінезді ұға алмай үндемей тұрып қалды. Аздан соң Жақып қыз камзолының түймелерін ағытып жатып, бүгін маған еркелегің келген екен. Алғашқы еркелігіңді көтермеске бола ма? Енді өзім-ақ шешіндірейін, деп үстіндегі камзолын шешіп алды. Ғазиза камзолын шешуге қарсылық көрсетпесе де қасына жатқан жоқ. Бұрынғы қалпында біраз тұрып, мен қасына жатпаймын. Әуелі жаңағы айтқан сөзіме жауап бер. Сөйлесейік деп шақырыпсың ғой. Мен сөйлесуге келдім, деді. Жақып қыздан бұл сөзді естіген соң бұдан арғы ірілікке шыдай алмай, орнынан ұшып тұрып, Ғазизаның қолынан қатты жұлқып, кеудесіне жұдырықтап, сен мені қалай басынасың? Емексіткенге асқақтап кеткенің бе? Деп жығып салып, жұдырықтап тепкілей бастады. Өмір бойында ешбір жаннан мұндай қаттылықты, мұндай тұрпайлықты көрмеген Ғазиза бір жағынан қорланып, ызаланып, өксіп жылап, бір жағынан қатты ашу қысып, Жақыпты сол минутте барлық жас жүрегімен өлердей жек көріп, өлтірсең де тимеймін. Саған қатын болғанша қара жерге кіргенім артық. Қасыңа жатуға жеркенем. Қайт дейсің, деп Жақыптың дамылсыз ұрып қақтан соққысының астында қарсылық сөзінен тыйылмады. Жақып Ғазизаның бұлқынғанына жібермей, орнынан тұрғызбай ұрып, адыра қал. Сені алмасам, мен қараң қалам ғой. Бұл күнге шейін алам десем, сені қыз деп жүрген шығармын. Бүгін сенің қатын екеніңді білген соң, маған да қара тиынға керегің жоқ, деп тағы да бір-екі ұрып, аздан соң Ғазизаны босатып жіберіп, орнына келіп жатып қалды. Ғазиза денесіне тиген таяқтан өне бойы ауырып зорға көтерілді. Жылаған бойымен үйден шығып кетпекші болды. Тысқа шығарда киіп келген камзолы мен шапанын ала шықпақшы болып еді. Жақып, кететін болсаң өзің кете бер, деп киімдерін бермей алып қалды. Ғазиза шыққан уақытта таң жаңа белдеуленіп атып келе жатыр еді. Таң алдының салқын желі үзіліп-үзіліп ақырын ғана соғып тұр. Ауа дымқыл салқын, ай сарылып, жүдеу тартып батуға айналған. Дүниені тегіс тыныштық билеген. Тынысын ішіне тартқандай болып, жым-жырттықпен сазарып тұр. Жұрт тегіс ұйқыда. Ғазизаның көңіліндегі күйіктен, жүзіндегі дамылсыз ағып тұрған ыстық жасынан хабардар болған ешкім жоқ. Ғазиза үйден шыққанда көңілін басқан ауыр сезімдер салмағынан барлық ойы, барлық қуаты жаншылғандай болып, сүлдері құрып,
отаудың жанында жылаған бойы тұрып қалды. Жанар оты сөнгендей жүдеген күйіне тыстағы ұйқы тыныштығы салқын өлім тыныштығына ұқсағандай болады. Бетінде бір тамшы қан қалмай сұрланып жүдеп, әуелгі тоқтаған жерінде ұзақ уақыт солқылдап жылап тұрды. Бұл күнге шейін көріп келген әке-шеше зорлығының үстіне бүгінгі түнде ең жек көрген адамының қорлығы, соққысы өмірдің барлық үмітінен Ғазизаның көңілін суытқан. Бұл қорлық, бұл кемітуді көрген соң өмірден енді үміт қыларлық несі қалды? Ішінен шыққан әке-шеше дозаққа салған соң енді кімнен көмек табады, кімге жылайды, кім сүйейді? Осы ойлар басына келгенде Ғазиза өмірдің барлық тірегінен айрылғанын сезді. Ұйықтаған ауылда жалғыз ояу, жан тыныштық алған дүниенің ортасында жалғыз өзі болғандықтан Ғазизаның жүрегі жетімсіреп, жалғыз моладай құлазыды. Осы күйде тағы бірталай заман өткен соң Ғазизаның денесі қатты тоңып қалтырай бастады. Бұл уақытқа шейін ашумен көз жасына бойын билетіп тұрғандықтан денесіне салқын желдің жұқа көйлегінен өтіп тұрғанында ескермеп еді. Және отаудан алғашқы шыққан уақытта жатып қалған үйлердің ешқайсысына барғысы келмей, таң атқанша тыста тұруды жөн көрген. Ондағы ойы, көңілінің күйігі мен көзінің жасын ешбір жанға білдіргісі келмей жасыру. Аздан соң жылаудан тыйылып, сүлдері құрып, аяғын зорға басып жүріп келіп, үлкен үйге кіріп жатып қалды. Таңертең Ғазиза ұйқысынан тұрып, көзін ашқан уақытта елдің бәрі тұрған екен. Түнде үйге келіп жатқан соң, Ғазиза көпке шейін еті бір қызып, бір тоңып, жөнді ұйқы ұйықтай алмай, көзі ілінсе, түсіне неше түрлі қорқынышты нәрселер кіріп, қайта-қайта шатасып, мазасызданып жатып еді. Таңертең ұйқысынан оянған уақытта екі беті албырап, қызарып, денесі ауырлап, басы мен өне бойы қатты ауыра бастады. Әуелі төсектен тұрмақшы болып, басын көтергенде, басы сынғандай болып, қақ бөлініп, денесі жер тартқандай болып, әлсірей бастаған соң қайта жатты. Аздан соң қасына шешесі келді. Ғазизаның басым ауырып жатыр деген сөзін естіп, күйіп жатқан реңін көрген соң, қарағым, ұшынғанбысың, өңің қалай еді? Деп төсек орнын жайлап беріп, жатқызып қойды. Ғазиза төсек тартқан науқас болуға айналды. Етінің қызуы молайып, көзі ілінсе шатасып, қорқынышты түстер көріп, дамылсыз сандырақтай бастады. Бұл күні Исмаил құдағилармен келісіп, әкелген малдарына ырза болып, тойын жасамақшы еді. Ғазизаның сырқатынан ауылдағы барлық жұрт хабарланса да, әншейін ұшынған шығар, ештеме етпес десіп, маңайындағы елдің бәріне хабар жіберіп, болатын тойдың жабдығымен әбіргеленіп жүрді. Бұның науқасын елеген жалғыз Ислам ғана. Ғазиза науқастанып қалыпты деген соң қасына келіп, жайын отырып, керек болған уақытта сусын әперіп, көрпесін қымтап жауып күтіп отырды. Тойға жиылған көрші елдің көп қатын қалашы еркектері де қымызын ішіп, асып жеп, күйеулер мен құдалардың үйін бірінен соң бірі жапырлай басады. Әрбір үйде әнші жігіттерге ән салғызып, даурығып сөйлейді, қалжыңдап күліседі. Әртүрлі ойын ойнап, тойды қызықтап жатқан жұрт, түс ауа тойға жиылған еркектер тегіс атқа мініп, серке тартып, балуан күрестіріп, ауылдың жанындағы төбенің басында атылы жаяулы топтанып жүріп, көп уақыт ойын жасады. Ислам бұл қызудың бәрінен шетте қалып, ешкімнің желігіне араласпай, көбінше Ғазизаның жанындайды. Күн кешке жақындағанда жиылған жұрттың бәрі тарай бастады. Ауылда кешке ойын жасамақшы болған ірікті бозбалар мен бір ауылға сый қонақ саналатын қыз-келіншектер ғана қалды. Өзге тойшының көбі тарап кетті. Бұл мезгілде Ғазизаның қызуы молайып, сандырағы күшейе түсті. Бұрын шатасқанда бірлі жарымды болымсыз сөзді ғана айтушы еді. Қазірде әркімнің атын атап шақырып, бір нәрседен шошынғандай болып, көмек іздеп, тынышсызданып барады. Ғазизаның жақындары басында науқасын елемесе де, қазірде анық ауру болғанына түсініп, бұның жайын сөз қыла бастады. Аяғында құдағилар мен күйеу жолдастар да Ғазизаның науқасына сеніп, кеп кісі болып қасына келді. Ғазизаның еті қатты қызып, сандырағы молайып жатыр еді. Қасына көп кісі келіп отырған соң, ауырлағандай болып, әртүрлі ығымсыз сөздерді жиі-жиі сөйлеп келіп, бір мезгілде Ислам жаным, кетіп қалма, осында бол, кетсең қорқамын деді. Жұрттың бәрі үндемей, таң қалып отырып қалды.
Аздан соң Қалиман баласының сөзінен қысылып, әлгі сөзді жадағайламақ болып, исламмен жаз күнінде сабақты бірге оқып үйір болып қалғандығы ғой, атын атап жатқаны деді. Бұл сөздің кезінде күйеу жолдастардың қасында отырған Мұса қасындағы Сүлейменді түртіп қойды. Өзгелермен бірге отырған Ислам Ғазизаның сөзінен қысылған жоқ. Қайта сол сөзіне сүйсінгендей болып, қасына жақындап отырып, қолын ұстап, науқасының жайын сұрай бастады. Ғазиза кейде Исламның сөзіне тура жауап беріп, өзгелердің сөзіне ештеме айтпай, үндемей жатты. Аздан соң қонақтар үндемей отырған күйімен тысқа шығып кетті. Ғазизаның жанында енесі, Қалиман, Ислам үшеуі ғана қалды. Күйеу жолдастар жаңағы сөзін жоруға кірісті. Бұлар түндегі Жақып пен Ғазизаның арасында болған әңгіменің көбін күйеу жігіттен естіп еді. Жақып сол жайды айта келіп, өзі есі дұрыс адам сияқты емес, тіпті біреу басын айналдырғанға ұқсайды. Әзімханның баласы сондайдан тек емес қой деймін, деген. Қазірде Ғазизаның Ислам деп сандырақтағаны сол Жақыптың сөзін еске түсірді. Бәрі де әлде осындай бірдеңе болар ма? Өйтпесе есті қыз сияқты еді. Осы не қылып, осынша ашылып-шашылып кетті, десті. Ақырында жігіттердің көңіліндегі түйінді Мұса өзінше шешіп берді. Ол Исламның барлық жүрген жүрісін айтып келіп, өзгесінен бұрын мен кеше сендерге айтып едім. Естіген тағы бір сөзім бар, соны айтайын деді. Жігіттердің бәрі де бұның сөзіне құлағын түріп қасына келді. Кеше Ислам мен Ғазиза анау шеттегі қараша үйде көп уақыт оңаша отырды. Әлгі жоғалып кеткенді сонда болатын. Мен барлық сөзін үйдің сыртынан тыңдап отырдым. Сөздерінің ыңғайына қарағанда Ислам қызды қорқытып, егерде айтқанымды осы арада істемесең, не сен, не сенің күйеуің, не мен өлемін, деді. Содан кейін үндері өшіп қалды. Ол бір ме, екіншісі бүгін қымыз ішіп отырғанда аузынан оқыс шығып қалды. Өзі байқамады ғой деймін. Бізге отырып, осы қыз келіншектің қайсысына болсын мен дәрі салып бір темекі берсем артымнан қалмайтын болады, деді. Онысы бас айналдыратын дәрі емес пе? Міне осыған қарағанда мен басын айналдырған деймін. Одан басқа дәнеге де жоқ, деді. Жігіттердің бәрі де түгелімен басын шұлғып ойбай, ендеше соның езі болды. Бұның титтей күдігі жоқ. Бәсе, тіпті бұл күнге шейін оны маңына жолатпай келген қыз бүгін күйеуі келгенде тамам елдің ортасында оған не қып жабысып қалды. Мұның осындай себебі бар, десті. Бұл сөз осы түнде-ақ ауылдағы жұрттың көбіне естіліп қалды. Құдалар мен күйеулерге қыз менсінбейді деген аттан мына хабар әлдеқайда жайлы тиді. Сондықтан өсекті өзгелерден бұрын бұлардың өзі хабаршы болып тарата бастады. Ауылдағы өсек Исламның құлағына да тиді. Бірақ ол естіген жерде бұған қарсы не айла қыларын таба алмады. Және өзге өсектен бұрын бұған батқан Ғазизаның науқасы болғандықтан жұрттың сөйлеп жүрген сөздеріне қарсы ешбір қам қылған да жоқ. Осы күйде 1-2 күн өтті. Ғазизаның науқасы күннен күнге нашарлай бастады. Халі бітіп, денесін өздігімен қозғай алмайтын болып, ұйқыдан, сусыннан да қалуға айналды. Алғашқы тойы күні аралаған өсек бұл уақытта да бар еді. Исмаил ауылындағы жұрттың тегіс құлағына тиіп, маңайдағы көрші елдерге де тарай бастады. Бұл сөзді өзге жұртпен Қалиман да естігендіктен сенер-сенбесін білмей күдіктенсе де, Исламның Ғазизаға жақындай бергенін жаратпауға айналды. Ислам Қалиманның түрін сезіп, және ауылдағы еркек ұрғашының бұған сенімсіз көзбен қарағандай суық пішінін байқаған соң Ғазизаның қасына ақырғы жолы келіп қоштасып ауылына қайтып кетті. Бұның артынан тағы біраз күн өткен соң Ғазизаның дерті барынша күшейіп, кісі танымайтын болып, жақындарының күдерін үзгізе бастады. Аяғында бір күні ауыл қозы алып жатқанда Қалиман құдағия мен Ғазизаның жанында отырғанда аурудың өңі бұзылып, үзілуге айналып бара жатқанын байқасты. Екі әйел де қатты шошынып, еркектерді шақыртты. Үйдің ішіне көп кісі жиылып келіп, мұңайған пішінмен үндемей отырған уақытта Ғазиза ақырын көзін ашты. Әлсіреп қуаты құрып, үзілуге жақындағаны жанары сөнуге айналған көзінен білініп тұр. Қалиман қызының қалінен күдер үзіп, аналық жүрегі елжірегендей болып, қыстығып жылап, Ғазизаға тақап келіп, «Қарағым, саған не болды? Қарағым, не пәлеге ұшырадың? Шошыттың ғой мені», деп келіп, әлде Ислам бірдеңе етті ме?
шыныңды айтшы, сәулем, деді. Ислам деген сөзді естігенде Ғазизаның түсі болымсыз ажарланып, бетіне қан жүгіргендей болып, ақырын ғана ислам, ислам деді. Отырған жұрттың бәрі бір-біріне қарасып қойды, үндеген жоқ. Сол түні таң ағарып атып келе жатқанда жас Ғазиза жылап-сықтап мұңайып отырған әке-шеше ағайын туғандарының ортасында үзілді. Сұлу түсі ақырғы елім сағатына дейін қызыл гүлдей жайнаған әдемі көркінен айырылған жоқ еді. Қазірде түсі тастай болып суынып, бетіне көкшіл таңба жайыла бастады. Ғазиза жақындарына жұмбақ болған өліммен дүниеден қайтты. Ерте жас қыздың өлімінен жұрттың бәрі де хабарланды. Бұл хабар исламға да жетті. Ғазиза өліпті деген қайғылы хабармен бірге Әзімханның баласы сиқырлап өлтіріпті дегенді қоса естіді. Келесі күні Исмайылдың ауылынан 20 шақырымдай жердегі қыстауға көп жұрт болып жиылып барып, Ғазизаны ертеде өлген аталарының жақындарының жанына қойып қайтты. Құдағи күйеулер бірер күн Ғазизаны жоқтасып, жыласып үйлеріне қайтты. Ғазизаның тірі күнінде ислам турасында шыққан өсек ауыл ортасынан алысқа жайылған жоқты. Ол өлген соң бұл хабар бұл күнге шейін ел ішінде болған жат хабар болып, жайлауда отырған барлық елге естіліп, аз күннің ішінде көрші отырған 3-4 алыс елдің сабағына жетті. Надан елдің көбін бұл сияқты әңгімеге сендіретін бір себеп бұл сөздің ортасында мінезі ұғымсыз, жүріс-тұрысы белгісіз оқыған жігіттің болғандығы еді. Мұнан басқа исламға жығылған үстіне тағы бір жұдырық. Күйеулер елі қайтқан соң жақын жердегі бір поселкеге барып, онда бал ашатын орыстың бір кемпіріне карта көтерген екен. Ол Жақыпқа келіншегін сиқырдан өлген екен. Шашы бар, қызыл шырайлы жігіт қастық қылған екен депті. Жақыптың ауылы бұл хабарды да құдасыңіне жеткізіпті. Бұл сөздің бәрі де дұрыс, анық іс болып, ел ішіне тарап жатты. Ислам жалпақ елдің аузына алған жалаға ешбір қарсылық көрсете алмайтын әлсіз жан болды. Қолынан еш нәрсе келмеді. Оның үстіне ерекше қайғы. Ғазизаның өлімі болып, жалғызсырап, әлсіреп, іштегі жара мен тыстағы жала қосылған соң барлық қайратынан айырылды. Күндіз-түні үйінде жалғыз жатып жылайтын болды. Бірақ бұның халін өзге ел былай тұрсын, әке-шешесі де ұқпады. Исламның пішінін көріп, үнемі түйілген қабағына қарап, әкесі әлде жұрт айтып жүрген өсек шын болар ма деген күдікті ойлай бастады. Бұның түсі де күннен күнге исламға салқын тартқан сияқтанды. Бірақ Әзімхан баласының мойнына бұл айып ауатын болса, оның артынан жұрт аузына кіріп қалған құн сөзі де күшейіп кетер деп, баласының басын арашылауға бел байлады. Сонымен қасына өз елінің басты кісілерін ертіп, Исмайылдікіне барып, әрлі-берлі сөйлесіп, бұрынғы жақындықтың арасында ұғысып қайтты. Қалиман Әзімхан барғанда қызын жоқтап жылап, ислам жүзі қараның енді жүзін көрмеймін. Ғазиза бауыры емес педі, кімге қастық қылып жүргенін ойласа болмас педі, деп барлық ашулы сөздерін айтып жіберіпті. Әзімхан бұл сөзді үй ішіне айта келіп, исламды көрнеу жек көрген кісінің пішінімен екі сөздің бірінде кекетіп ұрса беретін болды. Аяғында ислам ел ішін қойып, өз ауылына да симайтындай болды. Жұрттың бәрінің пішінен бұны жек көргендік, арам астай жиренгендік көріне бастады. Бір күні көңілін көтеріп, қайғыдан серпілу үшін бір жақындарының ауылына барғанда, сол ауылдағы үлкен бәйбіше Бәтиме исламды оңаша шақырып алып, қарағым, ұлы сөзді ят жоқ, саған айтуым лайық болмаса да, бір сөзді айтқалы тұрмын, сөкпе. Былтыр түскен келінім өзінің құрбын Жұмақанды менсінбей, әлдекімен қылжақтап жүр, суық жүрісін байқап жүрмін. Бір күні масқара қылама деп қорқамын. Соған әлгі жұрт айтып жүрген еміңді істеп түзеп берші деді. Ислам ашуланғаннан не айтарын білмей, басты қатырмашы, тілеуің берсін деп жүріп кетті. Бәйбіше мұның мінезін ұға алмаса да, тегін емес екеніне көзі жеткендей болып, аңырып тұрып қала берді. Ислам ауылына қайтып келген соң, жалпақ елді бұның халін ұғарлық ешбір жанды көре алмай, бұдан бұлай бұл ортада тұруды дозақта тұрумен бірдей көрді. Осыдан азақ күн бұрын қаншалық ел деп аңсап, сағынып асығып келген болса, енді сондай асығып, жұрт көзінен тез жоғалу керек деп білді. Осы оймен қалаға қайтамын деп әкесімен сөйлесіп,
бірер күннен соң жалғыз өзгермей қалған мейірімді шешесімен құшақтасып ақырғы жол сүйгізіп, қасына бір кісіні көшір қылып қалаға қарай пар атпен жүріп кетті. Ауылдан ұлы сәскеде шыққан жолаушылар бұрыста болса Исламның айтуымен Исмайылдың қорасында баратын жолға түсіп, түс ауа сонда келді. Июль айының ең ыстық күннің бірі. Жүргіншілер қораға күн ыстығының әбден күшейіп қызған кезінде келді. Қораның жанына келген соң Ислам аттарды тоқтатпай алдыңғы жақтағы сары қабақтың үстіндегі 4 құлақты бейітке қарай жүрді. Ыстық күннен даланың шөбі тегіс сарғайып қураған. Сары қабақты қаптаған сары кеде ескіріп, жүдеген кескінмен даланың ұзақ мұңды күйін еске түсіргендей болады. Ішті жүдетеді. Ыстық күнге күйіп, ым-жырт болған иесіз далада мәңгілік жалғыздыққа бой ұрып ұмтылған ескі мола құлазып жетімсірегендей. Мұңды дала қайғылы таңбасын жалғыз молаға да басқандай. Жүргіншілер бейіттің жанына кеп тоқтаған соң Ислам жолдасын тастап өзі арбадан түсіп бейіттің ішіне кірді. Ерте күнде көмілген 4-5 өліктің қабыры бар екен. Солардың ортасында бейіттің оңтүстік жағында бір өліктің аяқ жағынан Ғазиза қойған екен. Жаңа да үйілген жас топырақ, жас қабырдың сыны бұзылған жоқ. Бас жағында қадаулы сұртас, соның бауырында анасының қолымен қойылған ескілеу жыртық Құран тұр екен. Есіктен кіргенде Ислам Ғазиза қабырының жанына келіп құлағандай отыра кетті. Құранға қарады, танығандай болды. Ғазизаның кішкене күнде Исмайыл ауылындағы моладан Ислам бәрі оқып жүрген уақытта жас шәкірт қыздың қолында жүретін қызыл тысты Құран осы еді. Қазірде бояуы көшіп, тысы қуарған. Ғазизаның суық қабырының үстінде сүйегінің иісі сіңген. Кітапты көргенде Исламның көз алдынан барлық өткен күндер суылдап жүгіріп өткендей болды. Жүректі жанышқан ыстық дертпен қолы дірілдеп, Құранның бір бетін ашқанда, әуелгі бетінде 2-3 жерде Ғазизаның қолымен жазылған Исламның аты тұр екен. Ислам жазулы жерді қайта-қайта сүйгенде көзінің жасы ыршып, қолынан Құран түсіп қалып, Ғазизаның қабырын құшақтай жағылып, Ислам жазулы жерді қайта-қайта сүйгенде көзінің жасы ыршып, қолынан Құран түсіп қалып, Ғазизаның қабырын құшақтай жығылып, өкіріп жылай бастады. Ұзақ уақыт сол күйде жылап жатып, көңіліндегі талай шерінен азырақ селгендей болып, қабырдан басын көтеріп, зорға дегенде мауқын басты. Аздан соң ойымен Ғазизаға сансыз қош-қош айтып, қабір жанынан шыққан бір 5 жапырақты үзіп алып, қайта-қайта иіскеп, бейіттен шықты. Жылаудан көзі қызарып, ісіп кеткен екен. Денесі әлсіреп, сүлдері құрығандай болып, зорға келіп арбаға мінді.